Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанарбай Мырзаева. Бүгін 11 сынып оқушылары үшін 1-тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма электрофилді орын басу әдісімен бензолдан нитробензол алу үшін қандай ионды қолдануға болады. Бізде ол үшін нейтронный ионын қолданады. Нейтронный ионның формуласы бұл Д нұсқасында келтірілген. NO2+. Келесі берілген заттардың атауы бойынша құрылымдық формулаларды құрастыр. Толғаудың құрылымдық формуласын жазаймыз. Толғау дегеніміз метил бензол. Мұндай бензол сақинасы болады. Және CH3 тобы болады. Келесі 1, 2, 4 триметил бензол. Бензол сақинасын саламыз. Нөмірлейміз. Сол кезде бірінші, мұнда екінші, үш бос және төртінші де тұр. Келесі, берілген заттардың біреуінің изомерінің формуласын құрастырыңыз. Жаңа 1, 2, 4 триметил бензолға құрастырамыз. Бензол сақинасын саламыз. Орындарын өзгертеміз. Немесе CH3, мұнда C2H5 деп жазамыз. Параэтил толғау. Құрастырған изомердің ауа бойынша тығыздығын анықтаңыз. Д изомер деп жазайық. Ауа бойынша тең салыстырма молекулалық масса изомер бөлінген мр ауа. Изомердікі бізде есептейік. Алдымен көміртектің сандарын санап шығамыз. Көміртектің саны 6, 7, 8, 9. 9 көбейту 12. Оған қосамыз сутектің сандарын. 1 сутек, 2, 3, 4. Бензол сақинасында 4 сутек бар. 2 сутектің орнын радикалдар басқа. Метилдегі 3 мен 7 болады. Мұнда 5 пен 12 болады. Сонда 120 шығады екен. Ауаның массасы тұрақты 29-ға тең. Төртте 14. Келесі мұна өзгерістегі X заты қандай зат? Бізде толғау берілген. Мына жерде, жоқ, бұл жерде метил циклокексан берілген. Осыдан нитро толғау үшін біз алдымен толғау алуымыз керек. С нұсқасы дұрыс болып есептелінеді. X затының бір изомерін жаз. X заты бізде толғау болды. Енді толғаудың изомері бізде бензол. Бензолдың жаңағы бірінші өкілі, сол үшін бензолдың формуласын жазайық. С6H6 болады. X затының жану реакция теңдеуіндегі түзілген заттардың формулалары алдындағы коэффициенттерді қойыңыз. X затын жинап жазайық. С6 H5 CH3 болады. Плюс O2 тең барлық органикалық заттар жанғанда көмір қышқыл газымен су түзіледі. Теңестіреміз. 7 қоямыз. Сутектің сандарын санаймыз. 8, алдына 4 қоямыз. Мұнда алдына 9 қоямыз. Оттектің алдына 9 қоямыз.
суреттегі формуланың атын жазыңыз. Радикалды қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл бізде радикал изопентил радикалы. Сол үшін бізде изопентил бензол болады. Және немесе бұл радикалды изоамил деп атайды. Сол үшін изоамил бензол. Екі атауы бар радикалдың. Келесі өзгерістер тізбегіндегі А және В заттары. Этиленнен спирт алу үшін су қосамыз. А заты су бізде. Одан кейін түзілген спирттен альдегид алу үшін оны тотықтырамыз. Тотықтыру үшін оған мыс оксидін қосамыз. Сонда бізде А нұсқасы дұрыс болып есептелінеді. Келесі, С5H10 О құрамында бар альдегидтің бір изомерін құрастырыңыз. С5H10 О. С4H9COH бутаналь. С5H10 О құрамды альдегидтен карбон қышқылының алу теңдеуін құрастырыңыз. С4H9COH плюс аргентум 2O С4H9COH. Мына жерде бутаналь емес, өзгертейік. Мына жердегі 5 көміртек, сол үшін пентаналь болады. Сонда пентан қышқылы. Келесі, құрамында 11,2% этан болатын 100 литр табиғи газдан алынатын сірке альдегидінің мөлшерін тап. Есептейік. Этанның жаңағы массалық үлесі берілген. Осыны қолдану арқылы этанның көлемін тауып алайық. 11,2-ні 100 литрге көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде 11,2 литр шығады. Енді біз этаннан сірке альдегидін алу үшін бірнеше реакциялар жүргіземіз. Ацетальдегид. Этаннан алу үшін алдымен этаннан этилен аламыз. Немесе сразу этаннан ацетилен алайық. Сол кезде реакция саны бізде аз шығады. 11,2 литр, 22,4 литр, ацетиленнің массасы көлем X литр, 22,4 литр. В2H2 деп жинап жазам. Тең 11,2-ні көбейтеміз 22,4-ге, бөлеміз 22,4-ге. Сол кезде 11,2 литр шығады. Енді ары қарай ацетиленге су қосу арқылы, сынап тұстарын қатысында Кучеров реакциясын қолдану арқылы сірке альдегидін аламыз. X моль, онда 1 моль. Ацетиленнің көлемін жазамыз, 11,2 литр. Астында қалып жағдайда көлем 22,4 литр жазылады. Ортасында қос байланысты дұрыстап жазайық. Үш еселі байланысты кешіріңіздер. N CH3 COH тең 11,2 көбейту 1 бөлу 22,4 тең 0,5 моль. Жауабы 0,5 моль шығады. Келесі, С4H8O2 берілген молекулада күрделі эфирдің мүмкін болатын изомерлерін жазыңыз. Бірінші изомері
С2H5, СОО, CH3. Атауы метил ацетат. Екінші изомері CH3, СОО, С2H5. Мына жерде ацетат емес, екі жүйе пропионат. Мына жерде ацетат болады. Келесі HCOO, С3H7. Пропил формият. Келесі құрамында 8 сутек атом бар. Күрделі эфирдің салыстырмалы молекулалық массасын табыңыз. 8 сутек атом бар. Жалпы күрделі эфирлердің формуласын жазайық. R CO O R2. Демек, мына жерде CH3, CO O болса, бізде 8 көміртек, 8 сутек болу үшін осылай радикалды орналастыру керек болады. Демек, бұл эфир мынау болуы мүмкін. Этил ацетат. Молекулалық массасын есептейік салыстырмалы. MR-тен деп жаза берейік. 15 плюс 12 плюс 32 плюс 14 плюс 15 есептеп жіберейік. 15 қосу 12 қосу 32 қосу 14 қосу 15. Бұл бізде 88-ге тең. Келесі майлардың шығу тегіне агрегаттық күйіне қарай сәйкестендір. Бірінші жануар майлары. Одан бізде сары май алынады. 3 дұрыс болады. Өсімдік майлары. Өсімдік майы бізде кокос майы жатады. Жануар майлары сұйық түріне. Балық майы жатады. Келесі какао майы, зәйтүн майы өсімдіктің жаңағы сұйық түріне жатады. Сұйық өсімдік майын қатты майларға айналдыру реакциясын жазыңыз. С57, H104, O6 плюс 3H2. Сол кезде С57, H110, O6 болады. Мына тізбек бойынша жүзеге асатын реакция теңдеулерін жазыңдар. Бірінші затымыз этилен. Этиленге су қосу арқылы сірке алдегиді алынады. Келесі сірке алдегидіне күміс оксидін қосу арқылы сірке қышқылы алынады және күміс тұнбаға түседі бізде. Келесі сірке қышқылына бутан қосамыз. Нәтижесінде сірке қышқылының бутил эфирі немесе оны бутил ацетат деп екінші атауы бар, осылай атайды. Осы зат түзіледі. Сұрақтар болса комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.